өзге тілдің барын біл, өз тіліңді құрметте дейді ғой. Басқа тілді білмей үйренбе деп ешкімге айта алмаймыз, бірақ дей тұрғанмен әуелі адам өзінің ана тілін бойына дарыту керек. Оның бірден бір жолы бала күнінен бойына сіңіру шығар. Қазіргі таңда ол Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» кітабында да келеді. Қазіргі әжелер бесік жырын әлде айтпайды деген. Оны мен айтқан жоқпын, Бауыржан Момышұлы жазып кеткен. Сол бала туғаннан соның бойына бесіктегі әлдемен сіңіру керек деп ойлаймын. Ана тілін, қазақ тілін сол кезде барып баланың бойында тіліне деген сүйіспеншілік артады, оған деген құрметі жоғарылайды деп білемін. Және де көптеген ауқымды шараларды қолға алу керек шығар. Мысалға, Қырғыз елінде ірі орындарда, кәсіпорындарда, фирмаларда қырғыз тілі кабинеті болады екен.